Көлік жүргізушілердің мәдениеті, әдебі деген мәселе біздің елімізде қай күнде де күн тәртібінен түспеген тәрізді. Ал қазір көлік күн өткен сайын көбейе түскен кезде бұл жағдай ушыға түскендей. Көлік көп, оны қояр орын аз. Өзімізді де өзге көлік тізгін ұстаған жүргізушіні де сыйлауда қашан үйренеміз. Кәрі құрлық Еуропа болса, бұл жөнінен бізден әлдеқайда озық тұр. Олар жол жиегіне көліктерін орынды жайғастырып, тәртіпті қояды. Өзгеге бөгет болмайды, артық орындалмайды. Әлдекім оларда әуелден көшетар. Олар бұрыннан соған үйренген. Қоршаған орта соған бейімдеген деп дау айтар. Енді біз сол үшін кең көшемізді тарылтып, дархан даламыз көсіліп жатқанда жаңа даңғылдарымызды енсіз қылып салайық па? Мәжіліс депутаты өзде темір тұлпардың тізгінінде жүретін Меруерт Қазбекованың пікірінше ондай тәсілден түк пайда жоқ. Ол да күре жолдың бойында талай жайсыздықтарға кез болады екен. Мәселенің түйін тарқатып, толығырақ тілшіміз жеткізеді. Орталық базар маңында күнұзаққа тұратын көліктерге көз әбден үйренді. Көптеген жүргізушілер тыйым белгісі тұрғанның өзінде көліктерін қойып кетеді. Осылайша жаяу жүргіншілер мен басқа да жүргізушілерге қолайсыз жағдай туғызады. Мұндай заңбұзушылықтарды болдырмау және алдын алу мақсатымен жол полициясының қызметкерлері арнайы рейдтерді жиі ұйымдастырып келеді. Көліктердің нөмірлерін тартып алу арқылы да жағдай жақсара қойған жоқ. Водителями транспортных средств. Көлік жүргізушілері жол ережелерін жиі бұзады, әсіресе белгіленбеген жерге тоқтап, көліктерін дұрыс қоймайды. Олар басқа жүргізуші дұрыс қойған жоқ. Менде осылай қоюдан басқа амал болған жоқ деп ақталады. Бүгінде орталық базар аумағында автокөлік жүргізушілеріне барлық жағдайлар жасалуда. Көптеген жаңа автотұрақтар ашылып жатыр. Алайда мұндай мүмкіндіктерді пайдалануға құлық танытпайтындар асығыс едік деп темір тұлпарларын жол бойына қалдырып жүре береді. На рынке, например, ставят машины. Дұрыс қойылмаған көліктер жаяу жүргіншілерге қолайсыздық тудырады. Әсіресе демалыс күндері базар аумағынан адамдар өте алмай жатады. Ал көп тауар алған жағдайда оны автотұрақтағы көлікке апару мүлде қиын. Көптеген өркениетті елдерде қожайындары көліктерінің алдыңғы әйнектеріне өзінің ұялы нөмірлерін жазып кетеді. Егер темір тұлпар жол қозғалысына кедергі болған жағдайда, кез келген жүргізуші көлік қожайынымен байланысқа шығып, мәселені оңай шеше алады. Жолдағы тәртіпсіздікті қалай жоюға болады? Осы мәселе бойынша Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутатына жолыққан едік. Очень важно на дороге, я считаю, доброжелательность. Арнайы жаңа заң қабылдаудың қажеті шамалы. Жолда тәртіпсіздік таныту арқылы жүргізуші өз мәдениетінің деңгейін байқатады. Жолдағы тәртіпсіздікпен талай кездестім. Әсіресе темір тұлпар тізгінін ұстаған алғашқы жылы мұндай әдепсіздікке жиі куә болатын едім. Егер Алматы қаласымен салыстыратын болсақ, ол жерде тәртіп бар. Астана қаласында қауіпсіздік белдігін тағу қалыпты жағдай. Ал Көкшетауға келгенде маған белдіктің не керегі бар деген сұрақ қоятындар да табылып жатады. Бүгінде облыс орталығындағы көліктер саны 34 мыңға жуықтаған. Жол сақшыларының айтуынша, алдын алу бағытында жүргізілетін рейдтерге қарамастан, тәртіп бұзатындар қатары сиремей отыр. 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл автокөлік иелерінің үрейін ұшырмайтын сыңайлы. Көш жүре түзеледі. Бәлкім қаржы заманда айыппұл төлеуден қалтасы жұқарып, жол қозғалысы ережесін сақтауға да машықтанар жергілікті жүргізушілер. Сонда арыңыз таза, ақшаңыз қалтаңызда қалмақ. Достық Талғатұлы, Руслан Рахметов, Данияр Жұмағұлов, Виктор Поляный, Апта.